Қайырлы күн достар, біз бүгін Е дәрумені туралы айтатын боламыз. Е дәрумені үнемі А дәруменімен бірге жүреді. Сондықтан А, Е витаминдері, яғни дәрумендері, олар сұлулықтың витаминдері деп те атауға болады. Енді бүгін осы Е туралы Е дәрумені тоқтала кетейік. Е дәрумені табиғи түрде теріден бөлінетін май бездері арқылы өндіріледі. Бұл дәрумен теріні сау, жарқын және серпімді ұстайтын майлы зат болып есептеледі. Терісі құрғақ адамдарда Е дәрумені жеткілікті мөлшерде өндіріле бермейді. Бұл әжімдердің, қара дақтардың және қабынудың пайда болуына әкеледі. Және біз бетіміз құрғап жатса, тырнағымыз сынғыш болып жатса, шашымыз және бетімізге дақ болып жатса, осы Е дәрумені міндетті түрде жетіспейді деген сөз. Сондықтан аптекадан немесе өздеріңіз қалаған дәріні, енді қалаған көптеген фирмалар бар ғой, өзіңіз қалаған осы Е дәруменін үнемі пайдаланып отыруға кеңес беремін. Міндетті түрде дәрігердің қадағалауымен, өйткені Е дәруменді үнемі көп әрі кетсе 2-3 ай ғана, одан кейін дәрігердің қабылдауымен, дәрігердің айтуымен ғана қолдану керек. Е дәрумені теріге жаққан кезде токоферол теріні ультракүлгін сәулелерден қорғайды. Ол үшін 2-3 тамшы Е дәруменін қолыңызға тамызып, бетке арналған креммен араластырыңыз. Бұл қоспаны теріні фотоқартаюының алдын алу үшін пайдаланыңыз. Мен сізге дәл осындай керемет кеңес айттым. Енді біз көптеген кремдер бар ғой, олардың барлығына біз қандай пайдасы бар екенін біле бермейміз. Сондықтан шампунға және дәл осындай бетке жағатын кремдерге осы Е витаминін алып, аптекадан шамалы қосып, араластырып қоюға кеңес беремін. Сол кезде біздің бетіміз үнемі әдемі болып жылтырлай түседі. Е дәруменің пайдалы қызметі токоферол ұрық өрбіту дәрумені болып табылады екен. Ұрықтану, жүктіліктің қалыпты өтуі, ұрықтың дамуы және антиоксидант, организмнің жасушалық құрылымдарын бұзатын және мезгілінен бұрын қартаюға апаратын жойқын молекулалар мен бос радикалдар қатерлі ісіктерге қарсы және иммундық қорғаныстан құралы болып табылады екен. Жүрек ауруларының алдын алу, жараларды жазылуы және тері коллаген түзілуіне қатысады екен, тромб пайда болуына қаупін азайтады екен, бұлшық етті қызметін ынталандыру, жұмысқа қабілет пен төзімділікті арттыру және Е дәруменінің алынатын көздері, олар енді тағы да айтып жатармын енді, тазартылған өсімдік майлары, бидай тұқымының майы, күнбағыс, зәйтүн майы деген секілді жаңғақтар, оның ішінде көптеген жаңғақтар бар, күнбағыс дәні болып табылады екен. Және біз Е дәрумені функциялар үшін көптеген артықшылыққа ие болып табылады екен. Кейбір зерттеулермен оның жаны және жалпы когнитивті функцияларды әсіресе қарттар мен Альцгеймер ауруына тудыратын адамдардың жағдайын жақсартатынын анықтаған. Ол алдын алу шараларының тұрғысынан тиімді деп саналады. Сондай-ақ Е дәрумені орталық жүйке жүйесі үшін қажет, өйткені ол нейрондарды тотығудан қорғайтын қуатты антиоксидант болып табылады екен. Біз ауырып жатқан кезде, балаларымыз тұмауратқан кезде де осы А, Е витаминдерін берсек болады. Енді С витаминнен бөлек, мысалы енді біз тұмауға көптеген дәрі ішеміз ғой, соған плюс осы А, Е, именно Е дәруменін қосуға кеңес беремін. Өйткені ол адамды ауруға деген несін арттырады, мықты болуға, яғни күш береді. Одан кейін Е дәрумені майда еритін заттардың жалпы атауы, олардың ішінде тек альфа-токоферол ғана сіңеді екен. Мен сіздерге тағы да кеңес айта кетейін. Е дәрумені де бүкіл дәрілердің сыртында жазыла береді. Е дәрумені ол өзі бөлінеді. Пайдалы және пайдасыз деген секілді. Енді мен жай мысал келтіре айтайын. Мысалы, базарда сатылатын киімдер екеуі бірдей, бірақ сапасы әртүрлі. Біреуі енді бренд дейді, басқаша деп айтады ғой енді. Сондай секілді осы Е витамині де дәл сондай. Және осы именно пайдалы түрі альфа-токоферол. Ол ағзаға өте сіңімді екен. Сондықтан витамин таңдаған кезде сыртында альфа-токоферол дегенін алуға кеңес беремін. Е дәруменің күнделікті нормасы 14 жасқа дейінгі балалар үшін 6-11 миллиграмм, одан кейін 14 жастан асқандар үшін 15, жүктілік кезінде 19, одан кейін ересектер ең жоғарғы рұқсат етілген жас шектеулісі 1000 болып табылады екен. Е дәрумені қашан қабылдау керек дейді? Таңертең ба, кешке ма? Негізі А, Е дәрумендер майда еритін витаминдердің қатарына енеді, сондықтан оны азанда майлы тамақпен, маймен жеген абзал, және 12-ге дейін. Енді біз осы Е дәрумені бар көкөністерді, жемістерді айтатын боламыз. Бүгін сонымен қатар дәрумен өсімдік тектес, орех, арахис, грек жаңғағы және бадам, бұршақ тұқымдас, ас бұршақ, фасольда, жармалар, сұлы, күріш, көкөністерде шпинат, қызанақ, сәбіз, пияз, ақжелкен, яғни петрушка, жемістерден банан, апельсин, алмұрт, асқабақ дәндерінде бар екен. Жаңа біз Альцгеймер деген ауруды айтып жатырмыз. Ол ауру ұмытшақтық ауруы.
яғни біздің балаларымыз зейіні мықты болсын, зейіні ұшқыр, сабақты жақсы оқысын десек, дәл осы жаңғақтарды және осындай көптеген бұршақ тұқымдас тағамдарды үнемі жеген абзал. Өйткені дәл осы көкөністер мен жемістер жаңғақтарды А дәрумені және одан да басқа дәрумендер көптеп кездеседі екен. Дәл осындай пайдалы ақпараттарды білгіңіз келсе, біздің арнаға лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.